Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар қауымы? Шымкент қаласы Жүсіпбек Аймауытов атындағы номер 64-ші мектеп гимназиясында қашықтықтан оқытуды қалай жүргізіледі? Яғни ата-аналарға арнайы нұсқаулықты онлайн педагог, мектеп тренері Салыбекова Бибігүл Есімханқызы таныстырып өтеді. Құрметті ата-аналар, бүгінгі таңда елімізде орын алған төтенше жағдайға байланысты әрбір ата-ана үйде қалыңыз, үйде болыңыз, жанақыныңызға жанашыр болыңыз. Яғни сонымен қатар балаларға қол жуудың техникасын жиі ескертіп отырғаныңыз жөн. Сыртқа шығарда бетперде киюді, яғни маска тағуды, қолыңызды антисептикпен залалсыздандырып отыруды, үйдің ауасын күнделікті 2 мәрте алмастырып отыруды, сонымен қатар балаларға дұрыс тамақтану қажет екендігін жиі еске салып отырыңыз. Өйткені сіздің балаңыз біздің мектептің, біздің сүйікті оқушымыз. Сондықтан да баланың амандығы бәрімізге ортақ дүние. Құрметті ата-аналар, қашықтықтан оқуда ата-ананың өзіндік міндеттері бар. Бала күнделікті үйде отырып жалықпас үшін, яғни баланың жаңағы өзінің бойындағы қызығушылығын, бойындағы ерекше қасиетін жоғалтып алмас үшін баламен бірге күнделікті ата-ана күн режимін жасаңыз. Баланың қолдаушысы болыңыз, кеңесшісі болыңыз. Өйткені қандай да бір тапсырманы алдағы уақытта орындауда балалар қиналып жатқан кезде ең бірінші қолдау ата-ананың қолдауы. Сонымен қатар ұстаздың да қолдауы. Сіздерге сабырлық пен шыдамдылық танытуды ниет етеміз. Өйткені бұл оқу қашықтан болғандықтан міндетті түрде кедергілермен, қиындықтармен жүреді. Сол сәтте мүмкіндігінше сабыр сақтап, шыдамдылық танытуларыңызды сұраймын. Бұл жаңа тәжірибе болып қабылданып жатқандықтан кей тұстары жетілдіру жағдайды да қажет етіп отырады. Мүмкіндігінше балалармен, құрылғылармен шама келгенше қамтамасыз етіп, онымен қалай жұмыс жасауды үйретсеңіздер екен деген ниеттеміз. Өйткені кейбір балалар компьютермен, яғни ноутбукпен, телефонның да басқа міндеттемелік функциялық қызметтерін жақсы біле бермеуі мүмкін. Осы тұста сіздер ата-аналар балаларға қолдау көрсетсеңіздер деп тілейміз. Нені ескеру қажет? Мұғалім сабақ басталған сәтте сабақтың басталу уақыты арнайы ескертіледі. Балаларға арнайы қай күні сабақ болатындығы туралы сабақ кестесі даярланады. Сонымен қатар балалар сабақты жағымды, өзінің көңіліне қонымды етіп оқу үшін балаларға арнайы жұмыс орнында әзірлеп алуымыз керек. Сонымен қатар балалардың құрал жабдықтары, компьютер, ноутбук, телефон міндетті түрде толығымен зарядталып, яғни осы жағында кешке дайындап қойған жөн, құрметті ата-аналар. Сонымен қатар балаңыз үшін арнайы сабақ орны белгіленгені дұрыс. Сабаққа 5 минут, 10 минут қалғанда пән мұғалімі немесе сынып жетекшісі өз топтарына хабарлама жіберіп отырады. Сонымен қатар балаларға, яғни синхронды форматта сабақ өтілетін сәтте арнайы тікелей эфирмен, мысалға Zoom бағдарламасы, Instagram желісі арқылы, болмаса белгілі бір YouTube көзбе-көз көретін сәтте балалардың жуынып, таранып, ұқыпты киініп отыруы өте жақсы. Жатын киіммен немесе ашық-шашық киініп халаттарда жүргені дұрыс емес. Өйткені ол басқа балаларға әсер етіп, қолайсыздық жасауы мүмкін. Құрметті ата-аналар, менің сіздерден тағы да бір сұранатыным, сабақ өтіп жатқанда бөлмеде қатаң тыныштық сақталуы тиіс. Сыртқы дыбыстардың барлығын өшіруіңіз керек. Өйткені үйдегі кішкентай балалардың сабақ оқуына кедергі жасамау керек. Болмаса бір жануарлардың жүріп сабақ өтіп жатқан сәтте
жайсыздық жасамау керек. Сабақ барысында балалардың бөлмеден шықпауы, орынсыз тамақтамауы, сонымен қатар басқа да бөгде заттарға алаңдап, онлайн сабақтан шығып кетіп, назардан тыс жүрмеу керек. Егер де мұғалім сұрақ қойса, компьютердің алдында отырып, жаңағы қолды көтеріп, жауап бере аласыз. Егер де ол Zoom платформасы секілді тікелей байланысқа шыққан жағдайда. Оқушы мұғалімнің нұсқауларын қатаң орындау керек. Себебі сабақ түсіндіріліп жатқан кезде оқушы мұқият зер салып тыңдаған дұрыс. Кейін сабақ аяқталғаннан кейін өзіне қажетті ақпаратты білгісі келсе, сұрақ қойып немесе жазып, мұғаліммен тілдесуге болады. Ата-аналардың есіне салғымыз келеді. Балаға жауап бергенде, сабақ өтіп жатқанда орнынан тұрудың қажеті жоқ. Мұғалім рұқсатынсыз суретке, бейнетаспаға түсіруге, яғни жүргізген сабақты әлеуметтік желіге жариялауға қатаң тыйым салынады. Мұның барлығы да сабақ өтіп жатқан пән мұғаліммен тығыз байланыс жасап, соның рұқсатымен ғана салыну керек. Сабақ барысында ата-аналарға араласуға шек қойылады. Яғни сабақ өтіп жатқан кезде, балаға ата-ана сөйлеп, болмаса басқа да тапсырмалар берудің қажеті жоқ. Бала сабақ оқып жатқан кезде тек сабақпен айналысу керек. Сабақта оқушының себепсіз қатыспай қалған үшін ата-ана жауап береді дейді. Яғни офлайн форматта бала сабаққа келмей қалса, мұғалім іздейтін еді. Ал енді қашықтықтан оқыту форматында бала егер де сабаққа қатынаса алмайтын болып, денсаулығына байланысты ауырып қалған, әлде болмаса тағы да бір себептер болатын болса, сынып жетекшіге хабарлап отырасыздар. Сіздерден сұрайтынымыз, балаңыздың аз уақыт онлайн болуын, яғни көп уақыт өз бетімен жұмыс жасауын қадағалаңыз. Үй тапсырмаларын уақытында орындап, мұғалімге кері байланыс беріп отырғанын қадағалағаныңыз жөн. Балаңыздың қосымша тапсырмалар орындауын, телеарна сабақтарын көруін, оны да қадағалап отырғандарыңыз дұрыс. Балаңызбен бірге таңғы жаттығу жасап, дұрыс тамақтану, яғни би ұйымдастырып, серуендеп далаға шығып, кітап оқып, бірге фильм көріп, үй шаруасына тартып, тәжірибелер жасасаңыз, балалар бірге қызығушылық танытып отырады. Бүгінгі таңда қашықтан оқыту түрлі форматта ұйымдастырған тұр. Балапан телеарнасы арқылы қазақ сыныптары үшін жүргізілсе, ел арна телеарнасы үшін орыс сыныптары арқылы сабақтар жүргізіледі. Дарын онлайн, білім ленд, KZ білім беру платформаларына арнайы сабақтар топтастырылады. Күнделік KZ бағдарламасында мұнда балалардың күнделікті қалыптастырушы бағалау мен формативті бағалау, яғни тапсырмаларын күнделікті оқып жатқанын көре алатын боласыздар. Сонымен қатар 90-дық жиынтық бағалауларын да осы сәтте ата-ана қадағалап, оқушы да өзі де тікелей көре алады. Zoom бағдарламасы арқылы ата-аналар мен жиі жиналыс жасағанды дұрыс деп санаймыз. WhatsApp, Telegram желілері арқылы мұғалімдер өзінің мүмкіндіктеріне қарай сабақты жоспарлап өткізетін болады. Баланың басты ата-анасы екен, жадыңызда сақтаңыз. Есіңізде болсын, оқушының ғаламтор желісін тиімді қолдануына мән беріңіз. Бала телефонмен отыр екен, сабақ оқып отыр екен деген сенімді түрде тастап кетпеңіз. Өйткені баланың аты әрдайым бала болғандықтан ол қадағалауды қажет етеді. Баланың психологиясына кері әсер беретін сайттарға кірмеуін бақылаңыз. Әрбір ата-ана баласының оқу әрекетін дайындығы үшін бақылау жасап отыру сіздің жауапкершілігіңізде екенін ұмытпаңыз. Құрметті ата-аналар, елімізде болып жатқан жағдайларға түсінушілікпен қарап, ертеңгі болашағымыз үшін үйден шықпай білім алуда бізбен бірге болыңыз. Жақыныңызға жанашыр болыңыз. Құрметті ата-аналар, біз сіздерге сенеміз, сіздер біздің тірегімізсіздер. Сіздер бар кезде барлық кедергіні жеңу, ол біздің басты мақсатымыз.